Жәнібектің допинг қолданғаны расталса, чемпиондық белдіктерін тартып алады. Бұған қоса кемі жарты жылға спорттан шеттетеді. Бұл жөнінде қазақстандық кәсіпқой боксшының менеджері Берік Сұлтан мәлімдеді. Ол араға біраз уақыт салып, әлеуметтік желі арқылы көпшілік көкейіндегі сұрақтарға жауап берді. Айтуынша, бастапқыда алынған қан мен зәр сынамасы таза шықты. Кейін ВАДА мамандары қайтадан зәр сынамасын алды. Екі сынаманың арасында біз тамақтарды да, витаминдерді де өзгертпедік. Барлығы спортшыларға рұқсат етілген. Тіпті сол витаминдерді тексеруге де бердік. Бәрі таза. Бұл қалай болғанына әлі күнге дейін жауап жоқ, деді Берік Сұлтан. Қалай болғанда да нақты шешім қаңтардың 8-інде белгілі болады, яғни дәл сол күні Жәнібек Әлімханұлының Б допинг сынамасы ашылады. Айта кетейік, желісіміздің 15 қарашада тапсырған допинг сынамасынан тыйым салынған мельдоний препараты анықталған болатын. Артынша ВАДА ұйымы боксшыға ресми түрде хат жолдап, Жәнібек Әлімханұлы мен Ирасленди Лара кездесуі өтпейтінін жариялады. Егер сынама оң нәтиже көрсетсе, Жәнібектен WBO және IBF титулдарын алады. Бұған қоса жарты жылға, бір жылға, не 1,5 жылға дисквалификация беру мүмкін. Бірақ біз ондай жағдайда да берілмейміз. Жәнібек небәрі 33 жаста. Кроуфорд 38 жасында Канелоны жеңді. Біз әлі талай белесті бағындырамыз. Жәнібек Әлімханұлын допинг дауына байланысты рейтингтен шығарып тастады. IBF және WBO тұжырымдары бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлы допинг дауына байланысты зердеу журналының рейтингінде енді жоқ. Бұған дейін отандасымыз аталған рейтингте бірінші орында тұрған. Бұрын рейтингтің көшін бастап тұрған Жәнібек Әлімханұлы осы айдың басында алынған ВАДА допинг тестінің оң нәтижесінен тізімнен алынды. Сол себепті қалған боксшылар бір сатыға жоғарылады. Ал Хесус Рамос Джуниор алғаш рет рейтингте үздік ондыққа кірді деп жазды Деринг. Енді Жәнібек Әлімханұлының B допинг сынамасы 2026 жылдың 8 қаңтарында ашылады. Боксшының спорттағы болашағы аталған сынаманың нәтижесіне тікелей байланысты болмақ. Бізге жеңеше болады ғой. Постоянно бір есіме түсіп отыр жаңа. Постоянно маған хабарласатын үнемі. Бойдан кейін ауылда мысалы біз үлкен әулетпіз ғой. Ағайын, туыс, ағаларым бар, басқалары бар. Олардан бірінші Ашоктың мамасы звондайды ғой. Жылап жаңағы, ойбай сен анаяқта атаң жылап жатыр, мен мынандай қуанып жатырмын, рахмет сендерге деп бір несі бар да. Есіме түсіп отыр ғой. WhatsApp-тақтары, Ашок сені мамаң бір... Қалайсың балам? Қазақстанның жеңісін қорғап абыройсын. Бүткіл қазақ еліне абырой сыйлағаныңа рахмет, Жәнібекке де рахмет. Көзімізден жас шығарып еді, кішкентай жүрегінен айналып кетейін Жәнібектің. Не деген бойларыңда сабырлық жақсы қасиеттің ға. Емоциямды көргенімді қызық болар еді. Аман есен елге, отаныңа, шаңырағыңа, атанаңа, ағайының ортасына жүзің жарқын болып келе берсін. Жәнібекке де сол тілекті тілеймін. Дұғай сәлем. Жеңгем Оразгүлден. Жеңгем Оразгүл. Ашек сияқты қандай ғой. Өзі андай кісі да ше. Сосын бір не болғаным, енді мен көп сөйлесетім, жеңешеміз ғой. Көп сөйлесетіміз, көп сырласатымыз. Біздің ана класстастарымен Умраға не қылдық қой, сыйладық қой. Сол кезде Ашокқа түсіп қалды ғой. Сол кезде маған келіп та мамасы. Берікжан дейді, мен бала өсірген екем, адам тәрбиелеген екем, рахмет сендердің қастарында, осындай достарың бар, Ашоктың қасында сендер сияқты достарың бар. Мен анау баламның Умра алғанына бір қуандым дейді. Одан кейін оны басқаға сыйла жібергенде екі қуандым. Кәдімгідей басқаша бір әсер алдым деп мамасы бір андай ырзашылықпен, Ашок жоқ еді қасында ше, бір андай ырзашылықпен несін жеткізіп еді да. Берікке хабарлас, звондайын, сөйлесеміз деп жаңа бойдан кейін Америкада жатсақ тоқтамай звондайды жаңа. Алло, жешен алайсыз деп қой. Ой, мына атаң аяқта жылап жүр деп жаңа тілегін айтып сөйтеді ғой. Талай үйіне барып енді Ашоктың үйінде де өстік қой. Айран іштік, құртын жедік, тамағын жедік, бірге ойнадық. Сол бәрі есіме түсіп, кеше бір дұға етіп отыр едім. Сол Ашок бауырыма анасының атынан, әкесінің атынан бір умра жасап келсе екен деп Ашокқа бір умра сыйласам.
Құдай қаласа бірінші январда біз өмірге барасың әкештің атынан. Машалла, машалла. О, машалла. Ананың артынан Асекем. қойғаса өтіп кетіп. Алтын қас екен, машалла. Өзім де көңілім босап кетті, енді өзім жақын бауырым ғой. Енді оңай емес, бір жылда 3 айдың ішінде әкесінен де шешесінен де қатар айырылып отыр. Бір 3 айдың ішінде сондай қиындық болады ғой. Сол Қағбаға барып, сол кісілердің артынан дұға жасап, өйткені жеңеше мен тәтемді мен өте қатты жақсы көретін едім. Соларға бір сауап болсын деген ниет қой. Бауырым, Құдай қаласа Алла қабыл етсін, бірге барып дұға етіп қайтайық.